Сәлем достар, мен сіздермен керемет қатпарлы қамырдың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керекті заттарымыз су, тұз, ұн және де сары май. Сары майдың орнына маргарин қолдансаңыздар да болады, мен бірақ сары май қолданамын. Тұзымызды саламыз, мен 2 ас қасық тұз саламын. Үстінен суымызды құямыз, суық суды. Оның үстінен сары майымызды немесе маргаринімізді саламыз. Жақсылап тұрып езіп майдалаймыз. Жақсылап майдалағаннан кейін үстінен ұнымызды саламыз. Әдемілеп илейміз. Қолға жабыспайтын осындай әдемі қамыр болуы керек. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін оны әдемілеп тұрып, осылай бөлшектерге бөлеміз. Осылай бөлшектерге бөліп, формаға келтіріп аламыз әдемілеп. Содан кейін біртіндеп алып жаямыз. Осылай әдемілеп жайып болғаннан кейін тағы да сары майымызды немесе маргарин болса маргаринімізді әдемілеп тұрып ерітіп аламыз газға қойып. Содан кейін қамырымыздың үстіне осылай құйып, жақсылап тұрып, жан-жағының бәрін батырып, әдемілеп тұрып жағып шығамыз. Біркелкі етіп жағып шыққаннан кейін осылай жан-жақтарын орап-орап жақсаңыздар болады, шеттеріне щоб тию үшін. Содан кейін осылай рулетик қылып ораймыз.
Осылай әдемілеп кесіп аламыз жақсылап тұрып. Содан кейін осылай әдемілеп домалақтап формаға келтіріп басып, мен осылай тарелкаға саламын, немесе салафанға салсаңыздар да болады. Осылай барлық қамырмен істеп алып морозильникке жібереміз. Мінекей қатпарлы қамырымыз дайын. Назарларыңызға рахмет.